Кім жақсыдыр, жамандыр, ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір, жақсылыққа қылған ниеттің жамандық жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа қылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі, иманның ихтихатын мақамлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин, кім иман неше нәрсе бірлән кәмілет табатығын, неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалмұрап, бірадар атын көріп, рузашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салған құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап, жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.